өзімде шығармашылығында танығалы 10 жылдың жүзі болып қалды. 3-4 рет сапарлас болдық. Жақын араластығымыз бар. Енді бүгінгі бір қайыры бар. Бір қайыры бар дүние деген кітаптың тұсаукесеріндегі әңгіме естілерді оқып отырып, мен олардың бұрын басқа сөз бетінде әдеби журналда жарық көргенін көріп отырмын. Осыдан 5-6 жыл бұрын Отыкен әдеби журналында Отыкеннің әдеби журналы шығарды. Сондағы бір қайыры бар дүние деген әңгімесінен бастап біраз естілерді соғанда жарық көрген. Солардың барлығын басын құрап, соңғы жылдар жазылған дүниелердің бәрін басын құрап, жаңа бір жинақ шығарыпты Мәлік бауырымыз. Өте құнды бастама деп есептейміз. Енді Мәліктің шығармашылығы туралы айтатын болсақ, Мәлік жаңа айтып отыр, 3 тілді еркін меңгерген жазушы. Мәліктің бұрын алғаш біз аудармашы ретінде танитынбыз. Оның әсіресе түрік тілін тек аудармашы ғана емес, Осман дәуіріндегі түрік тарихы, Ататүрік заманындағы түрік тарихын өте жақсы білетін шежіреші тарихшы ретінде білетін еді. Енді түрік қаламгерлердің қазақ тіліне аударғанын көріп жүрдік осыдан біраз жылдар бұрын. Одан кейінгі 7-8 жылда ол қазақ әдебиетіне, қазақ қаламгерлердің түрік тіліне аудара бастады. Сонымен бірге оның жазушы драматург ретіндегі осы шығармаларын оқи отырып, бір ойында бірнеше қасиетті арған талантты қаламгер екенін байқадық. Енді расында да оның әсіресе драматургиядағы соқталы бір-екі пьесасы Мәліктің расында да қазақ драматургиясына өзіндік үлес қоса алатын үлкен үміт жазушы екенін байқап отырмыз. Ал енді бір қайыры бар дүниедегі естілген әңгімелер, ол расында да өзінің соңғы жылдарда түйген ойлары, естелері және әсіресе шығыстың көне сарындары, оның үстіндегі Османлы заманындағы, оның алдындағы мұсылмандық сюжеттермен келістіріп отырып, қазіргі заманмен салыстыра ой түйіндейді. Мұндай қадамға екінің бірі бара бермейді. Мұндай жақсы дүниелер жазу үшін әрине шығыс тарихын білу керек, Османлы дәуіріндегі тарихты білу керек, сонымен әрине мұсылмандықтың хабары исламнан. Біз Мәлік бауырымыздың жан-жақты хабардар екенін, осы салада қай жағынан болсын қамшы салдырмайтын маман екенін білеміз. Ал енді таланты әрине қазіргі жас жазушылардың ешқайсынан кем соқпайтын, болашақта үлкен үміт күтетін қаламгер екеніне бәріміз сенімдіміз.